нарығын реттеу және дамыту агенттігі ақпараттық қауіпсіздік ережелерін бекітті. Олардың мақсаты клиенттердің жеке деректерін қорғауды арттыру және киберқауіптер қаупін азайту. Жариялағаннан кейін 10 күн өткен соң қайнар автоматтандырылған жүйесін пайдалану жөніндегі нормалар күшіне енді. Бұған дейін қайнар жүйесіне қаржы ұйымдарының ақпараттық қауіпсіздік бөлімшелері ғана қосылған болады. Енді оған тек осы бөлімшелер ғана емес, сонымен қатар қаржы ұйымдарының жедел ақпараттық қауіпсіздік орталықтары да қосылуы керек. Бұл оқиғалар туралы деректерді жылдам бөлісуге және қауіп-қатерлерге тезірек жауап беруге мүмкіндік береді. 2025 жылғы 1 қарашадан бастап мобильді банк қосымшаларын қорғаудың күшейтілген шаралары атап айтқанда, мобильді қосымшаға жаңа құрылғыдан кірген кезде міндетті түрде қайта бірдейлендіру, микрофон қосылу кезде мобильді банкті бұғаттау, бұзу әрекеттерін қоса алғанда барлық күдікті іс-әрекеттер туралы жазбаларды сақтау, клиенттерге кірудің сәтсіз әрекеттері туралы хабарлау, ақпараттық қауіпсіздік және алаяқтықпен күрес жөніндегі бөлімшелердің функцияларын бөлу. Реттеушіге оқыс оқиғалары туралы тек қайнар жүйесі арқылы ғана емес, телефон арқылы да хабарлау мүмкіндігі. Кемінде 3 жылда бір рет қауіпсіздікке қатысты міндетті сыртқы тексерулер күшіне енеді. Жаңа қағидалар мобильді банкпен онлайн қызметтерді қауіпсіз етеді. Клиенттер өздерінің қауіпсіздігіне төнетін қауіптерден жақсы қорғалған болады.